Дін адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды әлеуметтік мәдени сана. Діннің басты мақсаты адамның рухани жетілуі және оның жаратушыға сенімі. Кез келген халықты жойып жіберу үшін оның дінін құрса тұтастай кетеді. Дініне мықты халықтың санасы сергек, іргесі мықты болмақ. Тәуелсіздік туын тіккен, көп ұлттың басын біріктірген, егеменді еліміздің рухани келісім мен бейбіт өмірді насихаттайтын зайырлы мемлекет екені белгілі. Адамзат баласы ілім-білім арқылы дүниетанымын кеңейтсе, діни білім арқылы мұсылмандық хақ жолдың айқындығын одан әрі жете түсініп, көкірек көзі ашыла түседі. Десек те, соңғы кездері елімізде дәстүрлі діни нанымызбен салтымызға сіңген діни көзқарастарға үйлеспейтін түрлі пікірлер, ұстанымдар шыға бастады. Бұл өз кезегінде ұлттық құндылығымызға да өзінің кері әсерін тигізуде. Осы қоғамымызда болып жатқан өзекті мәселе бойынша облысымызда іс-шаралар ұйымдастырылуда. Облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен білім беру ұйымдары үшін мұсылмандар діни басқармасының жанынан құрылған республикалық ақпараттық насихат тобының мүшесі, нұрлы білім деструктивтік діни ағымдардан зардап шеккендерге көмек орталық қоғамдық бірлестігінің төрағасы теолог Рүстем Сыздықовтың қатысуымен онлайн режимде кездесу өтті. Кездесуде деструктивті жалған ағымдар жетегінде жүрген діни экстремизмге қарсы заңды шаралар туралы мәселелер көтерілді. Жастарымыздың ислами ілім-білім алу үшін шетелге сабылмай, өз елімізде, өз жерімізде білім алу бүгінгі таңдағы талаптардың бірі. Мұсылмандар құлшылық ететін ғимарат мешіт. Діни аңыздарға қарағанда алғашқы мешіт 7 ғасырдың бірінші ширегінде Медине қаласында салынған. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді мына бүгінгі тақырыбымыз діні бардың дінгегі бар дейтін болсақ, жалпы дін бір сенім негізіне қалыптасқан болатын болса, адам баласының барлығы өзінің сенген нәрсесі діні болып келеді. Ал ислам дініне келетін болсақ, ислам дінінің пайда болуы Адам алейхиссаламнан бері қарай келе жатырған. Алла тағала адам баласын жаратып жер бетіне босқа қоя бермеді. Алла тағала басқа бір адамды жақсы көріп, және бір басқа жаратылыстан артық етіп, осы әлемдегі өзінің орынбасары, осы жердің халифасы, патшасы етіп жіберіп, адамға ақыл берді, және де адамдарды бақытқа, жақсылыққа дүниеде жету үшін, жәннатқа бару үшін Алла тағала адамдардың ішінен пайғамбарлар жіберіп, өзінің тарапынан сол пайғамбарларға кітаптар түсіріп отырды. Ислам дінінің негізіне келетін болса, яғни оның өзінің негізі бар. Оған ең негізі Алла тағала тарапынан түсірілген қасиетті Құран кітабымыз. Бүкіл мұсылман баласы, оның ішінде қазақ халқы осы Құранды қасиетті санайды. Абай атамызда өзі әуелі сөздің басы Құран хадис деп келтіреді. Осы ислам дінінің негізгі Құран болатын болса, ислам дінінің негізін жеткізу пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға жүктелген. Ислам дініміз негізі 3 топқа бөлінеді. Иман, ислам, ихсан деген. Яғни бірінші саласы бұл мұсылман баласының сенімін түзейтін, яғни сенімін қалыптастыратын сала болып келеді. Екіншісі, сол сенген жаратушына қалай ғибадат, құлшылық етуін реттейтін сала болып келеді. Үшіншісі, енді ихсан деп келтіреді, ақылақ деп келтіреді. Осы өмір сүріп жатырған ортамыздағы бүкіл отбасымыздан бастап жұмыс жасап жатырған бүкіл қасымыздағы адамдармен қалай қарым-қатынаста болуымыз керек. Солармен жақсы көркем түрде өмір сүру ережесін қалыптастыратын осы ихсан ақылақ болып келеді. Отанымыздың батыс өңірінде Орал қаласында Орал облыстық орталық мешіті, Орал қалалық мешіті, Мұхаммед Ғариф Тулбаев мешіті және Ислам орта арнаулы білім беру оқу орны Орал медресесі бар.
Орал медресесінің директоры, Орал облыстық орталық мешітінің бас имамы, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Батыс Қазақстан облысы бойынша өкіл имамы Сұлтанов Руслан Тыныштығұлы. Орал медресесі 2008 жылдың 23 қыркүйегінде ашылып, 24 қыркүйек күні алғаш 24 шәкірт қабылдады. Медресе ғимараты 2 қабаттан тұрады. Медресе 1-ші, 2-ші және 3-ші сыныптар бойынша оқу кабинеттерімен, жатақханамен, кітапхана, компьютерлік кабинет, асхана және медпункт, ұстаздар кабинетімен жабдықталған. Орал медресесінде Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстарына қажетті діни мамандарды дайындайды. Оқу жоспарына сай шәкірттер дәріс тыңдап, практикалық зертхана сабақтарына қатысады, өзіндік жұмыспен айналысады. Соңынан курстық жұмыстар, сынақ, емтихан тапсырады. 2008 жылдан бері осы білім ғылым министрлігінің берген лицензиясы бойынша қызмет атқарып келе жатыр. Медреседе білім беру деңгейі пәндерге келер болсақ, медресемізде шариғат және де басқа да колледж деңгейінде оқытылуы тиісті пәндер оқытылады. Және де осы медресені бітірген шәкірт, студент колледж деңгейіндегі дипломмен табысталып, яғни беріледі. Қазіргі таңда осы оқып жатқан шәкірттеріміз 3 облыстан жиналады. Маңғыстау облысы, және де Атырау облысы, және өзіміздің осы Батыс Қазақстан облысынан жиналған студенттер барлығы оқып жатқан. Және ол студенттер осы мекемен оқуды бітірген кезде имам хатиб, яғни уағызшы имам деген мамандықты алып шығып, мешіттерде, медреселерде қызмет етуге толық мүмкіндіктері болады. Медреседе Қазақстан мен Египет арасындағы келісімшарт бойынша Әл-Азхар университетінен Мұхаммед Наджу Шушан атты араб ұстазы сабақ беруде. Сонымен қатар мүфти Хазіреттің жолдауымен Египеттің Әл-Азхар университетінен оқып келген 2 қазақ ұстаз білім беруде. Мұнда медресеге 2012 жылы келгенбіз. Осында мұнда мақсат, жалпы медреседе келгендегі мақсатымыз ең бірінші өзіміз жаңағы ілім, шариғи ілім алып, өзімізді шариғат ілімдерін сусындатып үйрену, және бұйырса осы оқуымызды бітіргеннен кейін жалпы халыққа осы діни ілімді үйрету мақсатында келгенбіз. Біздер медреседе осы жаңағы ұстаздарымыз біздерге сабақ беруі, жалпы біздерге бұл жерде берілетін тәлім тәрбиелердің барлығы біздерге негізінен ұнайды. Жалпы біздерге бұл жерге келгеннен кейін жаңағыдай өзімізді рухани тәрбиелеуге және шариғи ілімдерді жетілдіруге келгендіктен бұндағы жаңағы ұстаздардың берген тәрбиелерде осы мақсаттарда болады. Бұйырса осы оқуды бітіргеннен кейін жалпы осы халқымызға иншалла қызмет етуді мақсат етіп отыр. Медреседе оқыған түлектер дін маманы ретінде қолдарына тиісті құжаттарын алып, ислам дінінің шынайы жанашырлары, діни білімді таратушы, батыс аймағында дәстүрлі мұсылмандық ілімді уағыздаушы мамандығын алып шығады. Діннің беделі, абыройлы болуы қай кезде де елдің ынтымағы мен бірлігінің белгісі. Кез келген елдің ұлттық тұтастығын, оның халық ретінде өмір сүру қабілетін қамтамасыз етер киелі 3 нәрсе: жер, тіл, дін. Ата дініміздің абыроймен тұтастығы еліміздің абыроймен тұтастығы. Сондықтан да діні берік елдің қашанда діңгегі мықты болмақ.